Көп адамдар таңертең ояна салып кофе ішуге құмартып тұрады. Мұны бекер жасайды. Көбіне бізде асықпай отырып таңғы ас ішетін уақыт болмайды да банан, бутерброд секілді тағамдарды жылдам ауызға тығып жеп аламыз да жұмысқа қарай жүгіреміз. Бұлай жасау да дұрыс емес. Диетологтар кейбір өнімдерді аш қарынға жеуге болмайтын жайлы дабыл қағып айтуда. Ол өнімдер адам ағзасына айтарлықтай зияны тигізуі мүмкін. Тіпті пайдалы өнімдердің өзін аш қарынға жеген кезде пайдасынан зияны көп болуы мүмкін. Бұл қандай өнімдер екенін білгіңіз келсе, видеоның соңына дейін көріңіз. Бұл видеода біз аш қарынға тұтынуға болмайтын 9 өнім жайлы айтамыз. Видео пайдалы болады деген үміттеміз. Видеоның соңына дейін көріңіздер, сонда аш қарынға не жеуге болатын туралы айтатын боламын. Йогуртта сүт қышқылы көп, олар сүйектерді қатайтуға және пайдалы бактериялардың көбеюіне ықпал етеді. Ал аш қарынға йогуртты ішсеңіз қышқылдың деңгейін жоғарылатады. Мұндай уақытта йогурт жеу ондағы сүтті қышқылдардың толықтай тиімсіз болуына немесе жағымсыз қышқылдық рефлекс әкелуі мүмкін. Банан ағзаға пайдалы жеміс екенін білеміз, алайда оны аш қарынға жесеңіз, оның құрамындағы магний мен калийдің көп мөлшері ағзадағы осы элементтердің тепе-теңдігін бұзып, нәтижесінде жүрек қан тамырлары жүйесіне зиян келтіруі мүмкін. Егер бананды негізгі тамақтан соң жесеңіз, оның дәрумендері жақсырақ сіңеді. Газдалған сусындар. Суға қосылған көмір қышқыл газы ағзаға зиян келтірмейді, алайда көпіршіктер асқазан қышқылдығын көтереді. Сондықтан аш қарынға газдалған немесе минералды су ішсеңіз, іш кебуі мүмкін. Алмұрт дәрумендерге және калийге бай, алайда оны таңғы асқа немесе аш қарынға жеуге болмайды. Алмұртта асқазанның сезімтал шырышты қабағын бұзатын шикі жасушалар бар. Таңды кофемен бастау кең тараған тәжірибе. Бұл ұйқыны ашатын оңай әдіс секілді көрінеді, алайда оны аш қарынға ішу жоғарғы қышқылдыққа және қыжылға әкелуі мүмкін. Қызанақ түрлі пайдалы элементтерге бай, сондай-ақ оның құрамында қышқылдар және С дәрумені көп мөлшері бар. Бұл заттар асқазанда қышқылдықты көтереді, оны жиі аш қарынға жеу жараның пайда болуына ықпал етуі мүмкін. Жаңа сығылған жемістер шырынын таңғы асқа ішу пайдалы деген пікір кең тарағанмен, оны аш қарынға ішу ұсынылмайды. Ол ұйқы безін қосымша күш түсіреді. Аш қарынға тәтті тағамдарды, тәтті азық-түліктерді жеуге болмайды. Таңертең енді оянған асқазан инсулинді қажет мөлшерде бөле алмайды. Сондықтан таңертең жеген тәттілер қандағы қанттың мөлшерін жоғарылатады. Ең соңғысы салқын су. Асқазанды тамақ қорытуға дайындау керек. Бірақ суық сусындардан гөрі жылы қарапайым су ішкеніміз дұрыс болады. Сонда аш қарынға не жеуге болады? Ботқа немесе суға пісірілген жұмыртқа жеңіз. Сұлу ботқасы асқазанның шырышты қабығына пайдалы, сонымен қатар холестеринді төмендетеді. Ал қарақұмық ботқасы ас қорыту жүйесін жақсартады. Ал жұмыртқа сізге күн соңына дейін жететін энергия береді.